Сәлеметсіздер ме балалар? Сабақтың тақырыбы оң қолымда бес саусақ. Сабақтың мақсаты дене мүшелерін атай алу. Сабақтың жаңа сөздері. Это голова. Бас. 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 Голова. Ухо. Құлақ. 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 Ухо. Глаз. Көз. 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 Глаз. Ауыз. 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 Рот. Волосы. Шаш. 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 Волосы. Бровь. Қас. 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 Бровь. Нос. Мұрын. 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 Нос. Рука. Қол. Правая рука. Оң қол. 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 Рука. Оң қол. Оң қол. Правая рука. То есть слово «оң» означает правая. Қол. Сол қол. Рука. Қол. Сол қол. Левая рука. Сол означает левая. Нога. Правая нога. Аяқ. 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 Нога. Оң аяқ. Оң аяқ. Оң аяқ. Правая нога. Аяқ. Нога. Аяқ. Сол аяқ. Сол аяқ. Левая нога. Алмабек решил нарисовать лицо человека. Давайте будем повторять за ним. Мынау бас. Мынау бас. Это голова. Мынау құлақ. Мынау құлақ. Это ухо. Мынау көз. Мынау көз. Это глаз. Мынау ауыз. Мынау ауыз. Это рот. Мынау шаш. Мынау шаш. Мынау шаш. Это волосы. Мынау қас. Мынау қас. Мынау қас. Это бровь. Мынау мұрын. Мынау мұрын. Мынау мұрын. Это нос. Бас – голова, құлақ – ухо, көз – глаз, ауыз – рот, шаш – волосы, қас – бровь, мұрын – нос. Тағы жаңа сөздер, еще новые слова. Саусақ – палец, алақан – ладонь. Саусақ, алақан. Оң қолымда 5 саусақ, на правой руке 5 пальцев. Сол қолымда 5 саусақ, на левой руке 5 пальцев.
Алақанды ашамыз, открываем ладонь. 5-ті 5-ке қосамыз, 5 прибавляем 5. Оң қолымда 5 саусақ, сол қолымда 5 саусақ. Алақанды ашамыз, 5-ті 5-ке қосамыз. Бұл өлең, это стихотворение. Оң қолында неше саусақ бар? Сколько пальцев на правой руке? Оң қолында 5 саусақ бар. На правой руке есть 5 пальцев. Можно сказать просто 5 саусақ. Оң қолында неше саусақ бар? Оң қолында 5 саусақ бар. Сол қолында неше саусақ бар? На левой руке сколько есть пальцев? Сол қолында 5 саусақ бар. На левой руке 5 пальцев. Сандарды қайталайық, санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 5-ті 5-ке қосамыз. К 5 прибавляем 5. Следующие примеры. 1-ді 1-ге қосамыз. К 1 прибавляем 1. Тең 2 равно 2. 5-ті 5-ке қосамыз. К 5 прибавляем 5 равно 10. Тең 10. 10-ді 10-ға қосамыз. К 10 прибавляем 10. Тең 20 равно 20. 7-ні 7-ге қосамыз. К 7 прибавляем 7. Тең 14 равно 14. Дәптермен жұмыс. 26 бет. 26 страница. Выполняем упражнение в тетради. Бірінші тапсырма көшіріп жаз. Пишем слова қол, аяқ, саусақ, алақан. Екінші тапсырма. Второе упражнение. Оқы, толықтырып жаз. Прочитай и дополни предложение. Үшінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Ответьте на вопросы. Төртінші тапсырма. Тыңда, слушай, жаз, напиши. 6-ға 6-ны қосамыз. Тең 12. 9-ға 9-ды қосамыз. Тең 18. 7-ні 7-ге қосамыз. Тең 14. 10-ға 10-ды қосамыз. Тең 20. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Рахмет, сау болыңыздар.